Армысыз құрметті көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Бүгінде шаһарда алғашқы медициналық санитарлық көмек қызметінің жұмысы күшейтілді. Емханалар таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін жұмыс істейді. Қарағандыда былтыр 72 көлік өртеніп кеткен, биыл 9 темір тұлпар отқа оранды. Осыған орай төтеншеліктер қауіпсіз транспорт акциясын өткізіп жатыр. Қаражалда 12 медицина қызметкері баспаналы болды. Жаңа үй кадр тапшылығы мәселесін шешілуіне де оң ықпалын тигізіп отыр. Елде соңғы аптада коронавирус инфекциясымен сырқаттану деңгейі 1,5 есе артқан. ковидтің күрт өсуі жұқпалы ауруханалардың толуына әсер етті. Соңғы айда төсек орын жүктемесі 2 есеге ұлғайып отыр. Денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният коронавирус инфекциясымен күрес шаралары туралы баяндап берді. Қарағанды облысында аурушаңдық деңгейінің төмендегені байқалады. Кейінгі 24 сағатта коронавирус жұқтырған 1245 жағдай тіркеліп отыр. Бұған дейін өңірде тәулігіне 2000-нан астам адам анықталды. Қазіргі күні 1000-ға жуық науқас ауруханада ем қабылдап жатыр. Оның 30-нан астамы жан сақтау бөлімінде. Дәрігерлер олардың жағдайы орташа деп бағалады. Еліміздің бас дәрігері коронавирус инфекциясының омикрон нұсқасының айналымы мен таралуынан туындаған аурудың өсуі әлемнің барлық елінде байқалатын айтты. Жыл басынан бері республикада 178 мыңнан астам адам індетке шалдыққан. Пандемияның бүкіл кезеңін салыстырғанда алғаш рет жағдайлардың тәуліктік тіркелуі 16 мыңнан асты. Бұл омикрон нұсқасының өте жоғары жұқпалығына және таралу жылдамдығына байланысты. Бүгінгі таңда Түркістан облысын қоспағанда бүкіл ел қызыл аймаққа орналасқан. ковидтің күрт өсуі республикада инфекциялық ауруханалардың толуына әсер етті. Соңғы айда төсек орындар 18-ден 38%-ға дейін 2 есеге толды. Қаңтар айының басынан бастап желтоқсанмен салыстырғанда сырқаттанушылық 11 есе өсіп отыр. Сонымен қатар коронавирус инфекциясынан болатын өлім-жітім азайды. Республика бойынша соңғы аптада коронавирус инфекциямен сырқаттану деңгейі 1,5 есе өсті. Өлім-жітім бүкіл пандемия кезіндегі күн сайын ең көп аурушаңдықпен өлім тіркелген тамыз айымен салыстырғанда 12,5 есе азайды. Сондай-ақ кәсіпкерлік субъектілерге арналған шектеулер жеңілдетіледі, яғни жұмыс уақыты ұзарып, келушілер саны артады. Шешім ведомствоаралық комиссияның отырысында қабылданды. Енді жасыл аймақта шектеусіз, ал сары немесе қызыл аймақтарда келушілер саны немесе жұмыс уақытына қойылған шектеулерді алып тастау мәселесі қаралады. Алайда кәсіпкерлерге санитарлық талапты сақтау міндеттеледі. Бүгінде шаһарда алғашқы медициналық санитарлық көмек қызметінің жұмысы күшейтілді. Емханалар таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін жұмыс істейді. Жергілікті дәрігерлер азаматтарды кестеге сәйкес медициналық ұйымның жұмыс уақытында жазылу арқылы қабылдайды. Қарағандыдағы нөмірі 1 көпбейінді аурухананың байланыс орталығына күн сайын 1000-ға жуық қоңырау түседі. Оның жартысына жуығы ақ халаттылардың үйге шақыруы болады. Суық тию белгілері байқалса, қоңыраулар мобильді топтарға бағытталады. Дәрігерлер соңғы күндері шақыртулар саны 3 есеге артқанын атап өтті. В наш колл-центр поступает около 1000 звонков ежедневно. Біздің кол орталыққа күніне 1000-ға жуық қоңырау түседі. Вирустық инфекция белгілері бар. КВИ-ға күдікті науқастар жіті тексеріліп қабылданады. Сондай-ақ емханаларда облыстық жедел медициналық жәрдем қызметі ұйымдастырылған. Мобильді бригадалар мен 4 санаттағы жедел фельдшерлік бригадалар үйінде қызмет көрсетеді. Коронавирустың жаңа толқыны басталғаннан бері жедел жәрдем бригадаларының жүктемесі күрт артты. Инфекция расталған науқаспен жұмыс істеу басқаша жүргізіледі. Ең алдымен карантинді сақтау туралы түбіртек алынады. Көпбейінді Қарағанды қаласының 1-ші поликлиникасында 13 мобильді бригада өте қарқынды жұмыс жасап жатыр. Осындай эпидемиологиялық жағдайға байланысты бізде бір күндік вызовтардың саны 1000-ға жуық. Қазір 13 мобильді бригада 350-400 вызовқа дейін бір күнде атқарып өте алады.
Қарағанды облысының нөмірі 1 көпбейінді ауруханасында 50 мың тіркелген халық бар. Стандарт бойынша әр 5 мың адамға бір мобильді бригада тіркелуі керек. Ал бүгінде эпидемиологиялық ахуалға байланысты олардың саны 13-ке дейін артты. Ал пациенттерді тасымалдау үшін арнайы 9 автокөлік қарастырылған. Тек қана біріншілік пациенттерге ғана вызовқа шықпайды, ол кісілер толыққанды коронавирусты науқастардың басынан бастап аяғына дейін жүргізумен айналысады. Қан алу, компьютердің томографияға транспорттау, яғни поликлиникаға машинамен алып келу, сонымен қатар пациенттерді концентратор, мысалға оттек концентратор қажет болған жағдайда қалай қолдану керек екенін оқыту, пациенттерді тасымалдау, пациенттерден анализ алу, барлық осындай іс-әрекеттердің барлығы мобильді бригадаларға жүктелген. Мобильді бригадалар атқаратын жұмысына қарай 3 типке бөлінеді. Олар балаларға арналған педиатр дәрігер, терапиялық және фельдшерлік. Өңірде жұмыстарда қазіргі таңда 184 жылжымалы бригада жүргізеді. Оның 37-сі шалғай елді мекендерде. Ал 145 жылжымалы бригада резервте, оның 15-і ауылда. Былтыр шаһарда 72 көлік өртенді, ал жыл басынан бері 9 темір тұлпар отқа оранған. Осыған байланысты төтенше жағдай басқармасы қауіпсіз транспорт арнайы акциясын ұйымдастырды. Олар автопарк ұйымдарына барып түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Мұндағы негізгі мақсат автокөлікте өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамау себептері бойынша өрттердің және адам өлімінің алдын алу. Іс-шара барысында төтенше жағдайлар қызметкерлері автокөліктерде өртті сөндірудің алғашқы құралдарының болуына, оның жарамдылық мерзіміне баса назар аударды. Сондай-ақ жүргізушілерге өртке қарсы нормаларды сақтау қажеттігін түсіндіріп, жаднамалар таратты. Мамандар ұсынған дерекке сүйенсек, тілсіз жаудың тұтынуына негізінен электр сымдарының зақымдануы себеп екен. Біріншіден электр сымдарының тұйықталуына байланысты, екіншіден жанармайдың ағып кетуінің себебінен өрттердің шығады. Егер де автокөлікте, автобуста өрт болатын жағдай болса, автобусты тоқтатып, есіктерді ашып, кісілерді шығару керек біріншіден. Екіншіден 101 номеріне хабарласып, қоңырау соғып, өртті сөндіруге қатысу керек. Акция ірі автокөлік кәсіпорындарының бірі болып табылатын 3-ші автопаркте болды. Мұнда 500-ге жуық автобус тіркелген. Күн сайын қоғамдық көліктердің техникалық жағдайы тексеріліп отыратын көрінеді. Парк ежегодно обновляется. Бізде жыл сайын автобустар жаңартылып тұрады. Мұнда 6 автокөлік колоннасы және жөндеу базасы бар. Қазір біз бірінші техникалық жағдай тексеру орнында тұрмыз. Бұл жерде күнделікті автобустарды бақылап отырамыз. Бүгінгі күнге дейін бізде автобустардың өртенуі тіркелген жоқ. Төтеншеліктермен әрдайым түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Мамандар автомобиль 4-5 минут аралығында түгелдей өртеніп кететінін айтады. Сондықтан көлікте өрт сөндіру құралы болуы маңызды. Сондай-ақ әрбір көлік иесі өзінің темір тұлпарының жақсы техникалық жағдайда болуына көңіл бөліп, дер кезінде тексеруден өткізіп отыру тиіс. Ал өрт туындаған жағдайда тез арада 101 және 112 құтқару қызметтеріне қоңырау соғу керектігін ескертеді. Айжарқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында 5 есірткі тасымалдаушысы парамен ұсталды. Бұл туралы облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. Криминогендік жағдайды тұрақтандыру мақсатында 14 қаңтардан бастап құқықтық тәртіп жедел алдын алу шарасы жүргізілуде. Өңірде есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес күшейді. Есірткі саудасын таратушылықпен айналысатын тұлғаларды анықтауға және ұстауға ерекше назар аударылады. 21 қаңтарда Қарағандыда полицейлер 20 мен 18 жастағы 2 қала тұрғынын ұстады. Олардан ақ түсті зат салынған 7 пакет тәркіленді. Ұсталғандардың айтуынша бұл синтетикалық есірткі. Сонымен қатар Қарағандының әр жерінен тағы 3 бума психотроптық заттарды анықтады. Қылмыскерлер есірткіні одан әрі сату үшін интернет арқылы сатып алғандарын түсіндірді. Сол күні тағы бір таратушы ұсталды. Ол 15 есірткі болған затты жерге лақтырып қашпақ болған. Барлық фактілер бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Полиция есірткі заттарын сату әрекет үшін 10 жылдан 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру түріндегі қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанын ескертеді.
Хабарымызды жалғастырамыз. Нұр Отан партиясының Қарағанды филиалының басшылығында өзгерістер болды. Төрағаның бірінші орынбасары болып белгілі қоғам қайраткері және меценат Бекзат Алтынбеков тағайындалды. Саяси кеңестің кеңейтілген отырысында жаңа басшы Бекзат Алтынбековты филиал төрағасы Қарағанды облысының әкімі Жеңіс Қасымбек таныстырды. Бұл қызметті 9 жыл бойы атқарған Хадиша Оспанова облыстық мәслихатқа қызметке ауысты. Ол әлеуметтік мәдени даму және халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі тұрақты комиссияның төрағасы болып сайланды. Жеңіс Қасымбек Хадиша Оспановаға еңбегі үшін алғыс айтып, жаңа қызметіне сәттілік тіледі. Бекзат Алтынбеков 1973 жылы Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында дүниеге келген. Еңбек жолын бұқаралық ақпарат құралдарынан бастады. Арқа еңбеккері газетінің тілшісі, Ақтоғай облыстық радиостанцияның тележүргізушісі болды. Одан кейін білім беру саласында басшылық қызметтерде ұзақ жылдар еңбек етті. Сондай-ақ 2 рет Жезқазған қалалық мәслихатының депутаты болып сайланды. Қазір Қарағанды облыстық мәслихатының депутаты. Бекзат Алтынбеков 2007 жылдың маусым айынан бері Нұр Отан партиясының мүшесі. Қаражалда 12 медицина қызметкері баспаналы болды. Жаңа үй кадр тапшылығы мәселелерін шешуіне де оң ықпалын тигізіп отыр. Дәрігерлерді қоныс тойымен қала әкімі құттықтап пәтер кілтін табыстады. Қаражалдық дәрігерлер үшін бүгін қуанышты күн, себебі 12 маманға қызметтік пәтер берілді. Солардың бірі жалпы тәжірибе дәрігері Шахзат Хакимзадаев. Ол Түркістанның тумасы, жас маман ретінде Қаражалға жұмыс істеуге келген. Бірден 2 бөлмелі пәтерге ие болды. Мен Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің түлегі, 2021 жылы түлегімін. Осы жылы Қаражал орталық ауруханасының бас дәрігері Асан Гутаевичтің шақыртуымен Қаражал орталық ауруханасына келген болатынбыз. Жас маман ретінде бізде міне баспанамен қамтамасыз етіп отыр. Жас маманды қолдау көрсеткендер үшін алғысымызды білдіреміз. Бүкіл техника жабдықтармен қапталған. Баспана өте керемет, өте қуаныштымын. Жаңа баспана қаладағы Тәуелсіздік көшесінде орналасқан. Үй 2 қабатты. Пәтерлер жарық, тұрмыстық техника және жиһаздармен жабдықталған. Қала әкімі медицина қызметкерлерін қоныс тойларымен құттықтады. Сіздерді бүгінгі қуанышты сәтпен құттықтаймын. Шаңырақтарыңыз биік болсын, босағаларыңыз берік болсын, керегелеріңіз кем болсын, қуаныштарыңыз құтты болсын. Шаһарда тек соңғы 2 жылда бюджет есебінен 4 үй қалпына келтірілген. Биыл тағы 1 үй пайдалануға беріледі. Мемлекеттік бағдарлама бойынша кезекте тұрған 200-ге жуық адамды тұрғын үймен қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Ажырқын Сейсен, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды, Теміртау, Шахтинск, Саран және Абай қалаларының кеншілері мен металлургтеріне арналған жаңа ипотекалық бағдарлама іске қосылды. Бұл мақсатқа облыстық бюджеттен 1 миллиард теңге бөлінді. Жеңілдетілген ипотека 5 жылға жарамды болады. Жыл сайын облыстық бюджеттен 1 миллиард теңге бөліну жоспарланып отыр. Жеңілдетілген ипотекалық бағдарлама құру бастамасын облыс әкімдігі отбасы банкімен бірлесіп көтерді. Несие мөлшерлемесі 5% құрайды. Қарыз бастапқы жарнасыз 19 жылға дейін беріледі. Ипотекалық бағдарламамен неғұрлым көбірек үміткерлерді қамту үшін пәтер құны 15 миллион теңгеден аспауы тиіс. Ипотекалық несиеге қатысушылардың өздері баспананы бастапқы немесе қайталама нарықта таңдауы керек. Егер пәтер құны несиеден жоғары болса, онда сатып алушы жетіспейтін соманы өз қаражаты есебінен төлейді. Ипотекаға қатысу үшін құжаттарды болат және көмір басқармаларының кәсіподақ ұйымдары қабылдайды. Қатысушыларды іріктеуден кейін құжаттар банкке жіберіледі. Биыл 1 қыркүйектен бастап мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша қазақстандық жоғары оқу орындары студенттерінің стипендиясы 20%-ға, магистранттар мен докторанттардың стипендиясы 15%-ға өседі. Бұл туралы Білім және ғылым министрлігі хабарлады.
Өткен жылы бакалаврлардың шәкіртақысы 20%-ға, магистранттар мен докторанттар стипендиясын мөлшері 15%-ға артқан болатын. Осы жылдың қыркүйек айынан бастап студенттердің стипендиясы тағы да 20%-ке өседі. Мысалы, педагогика мамандарын даярлау бағыты бойынша оқитын студенттер 58 мың теңгеден астам. Басқа бағыттар бойынша білім алатындар 37 мың теңгеге жуық шәкіртақы ала бастайды. Магистранттардың шәкіртақысы 86 мың 987 теңгеге дейін. Докторанттардың шәкіртақысы 195 мың теңгеге дейін ұлғаяды. Спорт жаңалығына тоқталсақ, Қазақстанның кезекті маусымның матчында қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы павлодарлық Ертісті ұтты. Бірінші кездесу 1-5 есебімен аяқталды. Қазақстанда тұрақты маусымның екінші турын ойындары басталды. Қарағандылық Сарыарқа алғашқы кездесулерін сырт алаңда өткізіп жатыр. Павлодардағы ойын жаңа жаттықтырушы Петерис Кудрамен бірінші болып өтті. Бастапқы кезеңде қарағандылықтар 1-ден есепті ашты. Бірнеше секундтан кейін алаң иелері есепті теңестірді. Екінші кезеңде павлодарлықтардың қателесу ықтималдығы жоғары болды. Бұл қарағандылықтардың басымдықпен ойнауына мүмкіндік берді. Ал бұл Сарыарқаға тағы 2 ұпай әкелді. Саян Данияр мен Владислав Кулиев үздік шықты. Үшінші кезеңде сарыарқалықтар алаң иелерінің қақпасына тағы 2 шайба соғып үлгерді. Немного посмотрели игру соперника. Қарсылас команданың ойынын қарап шықтым. Жаман емес. Алғашқы жаттықтырушымыз барлығын бірден көрсетіп үйретуде. Біз оның айтқанын тез қағып алуға тырысудамыз. Себебі бізге нәтижесі керек. Келесі ойынға дайындалып жатырмыз. Хорошая команда, системная, скоростная. Жақсы ойын көрсеттік деп ойлаймын. Нәтиже жаман емес. Командамыздың жеңіске деген талпынысы жақсы. Жаңа жаттықтырушымен жетістікке жетуге ұмтылады. 25 қаңтарда Сарыарқаның павлодарлық Ертіс клубымен екінші кездесуі жоспарланған. Одан кейін қарағандылық хоккейшілер Өскеменге аттанады. Онда 28 пен 29 қаңтарда жергілікті Торпедо клубымен кездесу өтеді. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандайда бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.